ажырасқанда қарыздарды бөлісу. Ажырасқаннан кейін банктың алдында қарызыңызды әйел адамы да, ер адам да теңдей төлеп біту керек. Жеке тұлғаға қарыз болсаңыз, сіз оған мысалға қолхат беруіңіз мүмкін. Мүліктер, үйлер ғана емес, сонымен қарыздар да бөліске түседі. Және ерлі-зайыптылар осы қарызды екеуі де төлеп бітуге міндетті. Ажырасқанда қарыздарды бөлісу. Сіздермен бірге заңгер Шынарбаев Марғұлан. Жалпы ажырасқан кезде қарызды қалай бөлісеміз, осы туралы тақырып қозғайтын боламыз. Бұл ажырасу және мүлік бөлісу өте біздің заманымыздағы бір нәубетті істе болады. Бірақ бар дүниені айтуымыз керек. Ажырасқан кезде мүлікпен бірге қарыздар да бөлінеді. Яғни сіздің қарызыңыз болса, сіздің қарызыңыз да бөліске түседі. Мына Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 44 бабына сәйкес, сіздің ортақ мүлкіңіз тек қана алған мүлкіңіз емес, елден алған қарыздарыңыз да ортақ болып табылады да, екеуіңіз араңызда теңдей бөлініп, ол төлену керек. Мысалға, банктен қарыз алдыңыз, неке кезінде. Ажырастыңыз. Ажырасқаннан кейін банктың алдында қарызыңызды әйел адамы да, ер адам да теңдей төлеп біту керек. Түсіндіңіз ғой? Өйтіп төлеттіру үшін сотқа арыз жазу керек. Қарызды бөлісу туралы және қарыздың жартысын сіздің жұбайыңыз төлесін деген талап қою керек. Сол кезде ғана соттың шешімі шығып, соттың шешімі негізінде сіздің жұбайыңыз, уже бывший жұбайыңыз қарызды төлейтін болады. Солай беру керек. Ал енді кәдімгі жеке тұлғаға қарыз болсаңыз дейсіз. Жеке тұлғаға қарыз болсаңыз, сіз оған мысалға қолхат беруіңіз мүмкін. Ол қолхат бойынша сізге сотқа беру мүмкін, қарызды өндірсін деп. Сол кезде сізде сотқа арыз жазып, менің қолхат бойынша жеке тұлғадан, әпкеңізден, ағаңыздан, көкеңізден қарыз алдыңыз. Сол қарызды бөлу керек деп, сізде жаңағыдай жұбайыңызға талап қойсаңыз болады. Сол жұбайың екеуіңіз сол қарызды теңдей төлеп беруіңіз керек болады. Ал егер үйіңіз ипотекада болса, не істейсіз? Ол кезде де сіз ипотека бойынша қанша қарыз қалды, соның бәрін санайсыз да, сотқа талап арыз беруіңіз керек. Не деген? Қарызды теңдей төлеу туралы сіз сотқа арыз жазуыңыз керек. Сол арыз соттың кезінде соттың шешімі шығып, сізге не істейді? Жаңағыдай қанағаттандырып арызыңызды жұбайың екеуіңіз теңдей бөлінсін деген соттың шешімін шығарады. Осылайша сіз өзіңіздің қарызыңызды теңдей бөлсеңіздер болады. Мысалға, қарызды бөлу. Сондықтан естеріңізде сақтаңыздар, неке және отбасы туралы кодексі бойынша Қазақстан Республикасының мүліктер, үйлер ғана емес, сонымен қарыздар да бөліске түседі. Және ерлі-зайыптылар осы қарызды екеуі де төлеп бітуге міндетті. Сіздермен болған заңгер Шынарбаев Марғұлан. Комментарий, лайк, сұрақ ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.